Әжайда геолог Эбби үлкен әпкесі бетпен бірге уақыт өткізеді. Олар жақында анасынан айырылды. Сондықтан қайғысын жеңу үшін бір-бірін эмоционалды түрде қолдауға тырысады. Бетке лейкоздың асқынған сатысы диагнозы қойылған кезде қайғылы жағдай қайталанады. Дәрігерлердің ешқайсысы оның ісін қолға алмайды. Өйткені олар көмектесе алмайды. Алайда Эбби бас тартудан бас тартады және этикалық тұрғыдан азырақ емдеуді ұсынатын шетелдегі клиника туралы біледі. Бетті сол жерге жіберу ақысын төлеу үшін Эбби өте қауіпті жұмысты қабылдау керек. Біраз уақыттан кейін Эбби Кавказға, Грузияға, Ресей шекарасына жақын жерге келеді. Оны уран кен орындарын іздеу үшін металл өндіретін жеке компания жалдаған. Оның әкесі мұны құптамайды. Өйткені ол Эбби компанияның қызметтік иті болудан әлдеқайда жақсы мансапқа ие болуы мүмкін деп санайды. Бірақ ол әпкесін құтқарғысы келмейді. Ол тіпті алдын ала төлеуді сұрайды. Бірақ егер ол бірдеңе таппаса, бастығы оған төлей алмайды. Эбби және оның әріптесі Сергей уранды іздеуге ұзақ уақыт жұмсайды. Бірақ нәтиже болмады. Олар аталған жерлерде қалу керек деп болжануда. Бірақ Эбби орманда іздеуді жалғастыруды шешеді. Сергей бұған келіспейді және бұл қауіпті болуы мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан Эбби мылтығын алып, онсыз кетуін айтады. Орманда алғашында Эббиді біраз қобалжытатын қорқынышты дыбыстар көп. Ақырында ол қара тастың өте оғаш бөлігін тапқанда тынышталады. Штаб-пәтерге оралғанда Эбби көптеген сынақтар жүргізеді және тастың температурасы өте жоғары екенін байқайды. Бірақ ол әлі де оның не екенін анықтай алмайды. Оның бұл жаңалыққа деген толқуын әкесінің қоңырауы тоқтатады. Ол оған бетті емханадан алып бара жатқанын және оны жақындарының арасында тыныш өлу үшін үйіне әкелгенін айтады. Ол бұл идеяға қарсы, сондықтан ол оған үйіне барып бәрін шешетінін айтады. Осы кезде ғимарат дірілдеп, шамдар жыпылықтай бастайды. Бұл өтіп бара жатқанда Эбби заттарын жинап, Сергейден оны әуежайға апаруын өтінеді. Ол үйге қайту үшін тікұшаққа мініп, ұшқыштармен сөйлеседі. Олар оған алқаптың кімге тиесілі екенін орыстарға еске салу үшін шекараға жақын жерде ұшатынын айтады. Бірнеше сағаттық ұшудан кейін Эбби осы биіктіктегі құстарды көріп шошып кетті. Алайда тікұшақ бағытын өзгерткенде бұл құстар емес, сықырлаған дыбыс шығаратын жұмбақ қара көлеңке екенін түсінді. Ұшқыш тікұшақ дірілдей бастағанға дейін жақындап келе жатқанын, ал ұшып кетпес бұрын иллюминаторларды қараңғылық басып тұрғанын айтады. Содан кейін тікұшақ жүйелері, соның ішінде радиода істен шығады. Олар дереу қонуы керек, бірақ қозғалтқышта жұмысын тоқтатады. Эбби қауіпсіздік белдігін тағып отыр. Өйткені тікұшақ жылдамдығы мен биіктігін жоғалтып, тыныс алуды қиындатады. Ол өзінің тыныс алуына назар аударады және тауда тікұшақ апатын көрмеу үшін көзін жұмып, әпкесі туралы ойлайды. Эбби ес-түссіз жатқанда, ол әкесінен ол жоқ кезде түбегейлі әрекетсіз жасамауды өтінгенін армандады және жақын арада оралуға уәде берді. Ақырында ол қоқыстың ішінен қансырап оянып, тікұшақтың бір бөлігінің отқа оранғанын байқайды. Ең сорақысы, ұшқыштардың бірі қайтыс болды. Эбби басқа жігітті тексеріп, оның жарасын таңып, оған қысым көрсетуге кеңес береді. Содан кейін ол көмекке шақыру үшін сыртқа шығады. Бірақ нәтиже болмады. Ол тікұшаққа қайтып бара жатқанда, ұшқыш оған апаттық рацияны қалай пайдалану керектігін түсіндіреді. Бірақ қанша тырысса да, оның қоңырауына ешкім жауап бермейді. Содан кейін Эбби картаны тексеріп, ең жақын жол оңтүстікке қарай 60 шақырым жерде екенін есептейді. Ол бір топ қорапты сындырып, үлкен от жағуды ұйғарады. Мұны алыстан біреу көреді деп үміттенеді. Келесі күні таңертең Эбби екінші ұшқыштың да қаза тапқанын анықтады. Ол дүрбелең шабуылына ұшырап, шөл далада жалғыз қалып қойғанын түсінгенде жылайды. Кейінірек ол тікұшақта ұйықтамақ болғанда, ол бет пен денсаулығының нашарлығы туралы армандап, қайтадан оянды. Ол оттың жанында жылыну үшін далаға шықты, бірақ оның каминіндегі от сөнді. Бас тартудан бас тартқан Эбби тікұшақтан таба алатын барлық пайдалы заттарды, соның ішінде тапанша мен алауды жинайды. Денесін жеткілікті киіммен жапқаннан кейін, ол компасты басшылыққа ала отырып, оңтүстікке қарай жол табуға тырысады. Тікұшақтан алыстаған бойда радиостатиктің дыбысын естиді. Ол бірден артқа қарай жүгіреді, бірақ тікұшақта ештеңе жұмыс істемейді. Ол кедергіні қайтадан естігенде, оның ұшқыштың белбеуіндегі радиодан шыққанын түсінеді. Өкінішке орай, ол оны пайдаланғысы келгенде, оның батареясы таусылып қалады. Сондықтан ол барлық кабельдер мен зарядтағыштардың қайда екенін білу үшін тікұшақ нұсқаулығын алады. Ол радионы зарядтауға қалдырады және күтіп тұрғанда, ол өзінің жұмбақ тасына қарай береді. Ақырында радио қайта қосылып, Эбби Джон есімді американдық ұшқышпен байланысқа шықты. Оның ұшағы да осы аймақта апатқа ұшырады. Оның аяғы кептеліп, қозғала алмай, антеннасы да сынған. Эбби көмекке шақыру үшін антеннаны жөндей алатынын біледі және оның қайда екенін сұрайды. Сондықтан Джон көлді көріп тұрғанын түсіндіреді. Оны картадан тапқаннан кейін, Эбби оны табу үшін жаңа сапарға аттанады. Джон одан үнемі бұлай жасамауын сұрайды. Өйткені бұл қауіпті басып алынған аумақ, бірақ ол оны елемейді. Ол серуендеп жүргенде, Джон онымен сөйлесіп, оның жұмысы туралы сұрайды. Ол әпкесіне ақша керек екенін, сондықтан ойларын жинақтау үшін тоқтап, демалу керек екенін түсіндіргенде, ол төбеге шығып бара жатыр. Джон миллионға бір рет болатын сирек мүмкіндік туралы айтқаннан кейін, Эббидің өмірін жалғастыруға үміті жеткілікті болды. Жоғары көтеріле бергенде, ол бет оған күресетін ештеңе жоқ екенін және әрі қарай жүру керек екенін айтқысы келген кезі туралы ойлайды. Эбби Джонға бет үшін ешкім күреспейтінін айтады. Ал Джон оны осындай қолдау көрсететін әпкесі болғаны үшін бақытты деп санайды. Ақырында Эбби соншалықты биік орын тауып, енді көтеріле алмайтыны сонша, бұл оның жанынан өтуге тура келетінін білдіреді. Ол бағытын өзгерткенде, жақын маңдағы қара жартастарды көрмейді. Жаңа ауданда Эбби әлі күнге дейін төбеге шығып, орманға кіре алады. Онда ол түні бойы демалады. Джон оған енді ауырмайтынын айтады. Өйткені ол денесінің төменгі жартысын сезбейді. Эбби от жағып,
ұйықтау үшін бұтақтардан баспана салады. Өкінішке орай, жаңбыр жауып, оның отын сөндіре бастайды. Алайда Эбби сөмкесінде жылы бірдеңе қозғалып жатқанын сезіп, тасты есіне алады. Ол оны суырып алып, жалаңаш қолымен ұстайды да, бетінің біртүрлі әрекет етіп жатқанын байқайды. Джон оған өз жұмысынан ұялмау керектігін айтады. Ал Эбби оның әскери қызметте екенін түсінеді. Сондықтан ол өз тәжірибесінен сөйлейді. Таңертең Эбби саяхатын жалғастырып, қар басқан алқапқа жетеді. Жел оны одан сайын салқындатып, үнемі сүрініп кетеді. Эбби өзенді тапқанда, ол үзіліс жасап, бөтелкесін сумен толтыру үшін тоқтайды. Бірнеше сағаттан кейін Эбби оны қоршап тұрған тағы бір тау жотасын көреді. Картада бұдан жақсы жол жоқ. Сондықтан ол жоғары көтерілуге мәжбүр. Ол мүмкіндігінше жаяу жүруге тырысады және ақырында көтерілуге тырысуы керек, бірақ бірден құлап кету керек. Джон оған қайтып оралуын айтады. Өйткені ол барлығын құтқара алмайды. Бұл Эббиді ашуландырады. Ол бәрінің оған тырысуды доғар деп айтқанынан шаршады. Оған қазір қажет нәрсе сенімділік пен жігерлендіретін сөздер. Джон бұл оның таңдауы екеніне құлықсыз келіседі және оған сәттілік тілейді. Содан кейін Эбби қолғабын шешіп, қайта көтеріле бастайды. Ол енді жақсырақ ұстай алады және шынымен алға жылжи алады. Ол аяғын ұстайтын жері жоқ жерді тапқанша біраз уақыт қозғала береді. Ол бұл туралы Джонға хабарлағанда, ол бұл ұят екенін айтады. Өйткені ол оның сүйіктілерінің бірі болды және телефонды қояды. Абдырап қалған Эбби онымен қайта байланысуға тырысады, бірақ нәтиже болмады. Осыдан кейін Эбби құралды алып, оны тасқа салады, бірақ ол оны басқан кезде ол құлап кетеді. Ол бірнеше рет терең тыныс алып, ой елегінен өткізеді. Бұл оған жұмбақ тасты еске түсіруге көмектеседі. Оның санасы дәрігердің ғажайыптар жоқ екенін айтқан кезінде есіне алады. Бірақ олардың бірі дәл қазір болып жатыр. Өйткені тастың пішінін өзгерту үшін қолыңызды қозғалту жеткілікті. Тасқа қандай да бір жіп байлағаннан кейін, Эбби оны таудың қабырғасына қадап, оны қауіпсіз басып, ақырында шыңға апаратын соңғы бөлікке көтерілу үшін рычаг ретінде пайдаланады. Ол орнынан тұрғанда, жіп тасты тартып, оны орнына қояды. Дәл осы сәтте ол аспан арқылы ұшып бара жатқан жұмбақ көлеңкені көріп, сықырлаған дыбыс шығарады. Эбби дүрбісін алып, алыстан әскери базаға тиесілі шамдарды байқайды. Ол біреудің назарын аударады деп үміттеніп, үлкен от жағу үшін қылшығы ағаш пен шөп жинайды. Ол сондай ақпаратын бағытын көрсету үшін тастардан жебе жасайды. Бірнеше сағаттан кейін Джон онымен радио арқылы байланысып, оған назар аударуды тоқтату керектігін айтты. Ол оған орыстардың бұл аймақты бақылап отырғанын еске салды. Сондықтан, егер олар оның сигналын көрсе, оған көмектесудің орнына оны өлтіруге барады. Бұл оның қобалжығаны сонша, ол жартасты төбеден тайып, аяғын жарақаттайды. Джонның ұрысуынан шаршаған Эбби радионы өшіріп, жарасын емдейді. Осы кезде ол радио байланыстың қандай да бір кедергісін естіп, сол жерді патрульдеп жүрген сарбазды байқайды. Сондықтан ол дереу қашып кетеді. Оның жарақаты мен қарының салдарынан оның жүруі өте қиын, таяққа сүйенуге тура келеді. Орманды аралап шыққаннан кейін, ол қараусыз қалған ескі ғимараттарды тауып алып, демалу және жасырыну үшін ішке кіруді шешеді. Мұнда көптеген қираған нысандар, тіпті Ресей шапқыншылығы кезінде қаза тапқан отбасылар қалдырған фотосуреттер бар. Әр бөлмені, әр жәшікті тексергеннен кейін, ол от жағуға болатын заттарды, тіпті оны ауыртып жіберетін көгерген нанды табады. Ол ұшақтан алғашқы медициналық көмек қобдишасын алып, қолын таңып, мерзімі өтіп кеткен дәрі-дәрмекті ішіне енгізді. Ұйықтар алдында ол беттің суретіне қарап, оның қалай ауырғаны туралы ойлайды. Сол түні Эбби бетпен бірге өткізген бақытты күндерін, сондай-ақ ауруханада жатқанын армандады. Бет емханадан шаршады және соңғы күндерін отбасымен бірге өткізу үшін үйіне қайтқысы келді. Бірақ Эбби оны қалуға мәжбүр етті. Эбби жаңа жұмысқа кетер алдында бет мұны өзі үшін емес, өзі үшін істеп жатқанын айтты. Келесі күні таңертең Эбби радионы естігенде оянады. Ол сыртқа қарап, жақындап келе жатқан сарбазды байқайды. Бұл оны үрейлендіреді. Ол есікті құлыптауға асығады да, аузын қолымен жауып, терезенің астына тығылады. Сарбаз тез қарап тұр, бірақ бақытымызға орай оны байқамай, әрі қарай жүреді. Ер адам басқа терезелерді тексеріп жатқанда, Эбби таяқшаны пайдаланып, сөмкесіне ақырын қолын созып, мылтықты суырып алады. Бірақ журнал құлап кету үшін ғана. Шу сарбаздың назарын аударады және ол есікті ашуға тырысады. Ол басқа кіреберісті іздеп жатқанда, Эбби мылтығын дайын ұстайды. Көп ұзамай солдат оны тауып алып, оған орысша бірдеңе айтып, қаруын бағыттайды. Эбби тағы да үрейленіп, оқ жаудырады. Оқ оның мылтығына, содан кейін аяғына тиіп, оны құлатады. Содан кейін Эбби жігіттен қару жарақ пен рюкзакты алып кетеді. Ал ол Иван есімін қайталай береді. Ол зиян келтірмейтінін дәлелдеу үшін мылтықты жерге қойып, фонар, темекі және қара тасты табу үшін сөмкені ашады. Осы кезде сарбаздың рациясынан Джонның дауысы шығады. Ол сен менің сүйіктілерімнің бірі едің деп айтады. Ал солдат мұны растайды. Иван, Эбби ашуланып, екеуінің де алданып қалғанын түсінеді де, дауыс, бетті қайта көргің келмей ме деп сұрайды. Байланыс біткенше. Осыдан кейін Эбби сарбаздан кешірім сұрап, оны диванға жатқызар алдында аяғын таңып тастайды. Ол оған радиодан дауыс іздеп баратынын, және егер олар оны осы аймақта көрсе, базадағы басшыларынан оны атпауын өтінуі керек екенін айтады. Бірақ ол сарбаздың оны қаншалықты түсінетініне сенімді емес. Бұл жұп бірге кетіп, аяқтарының жарақатына байланысты орманды кесіп өтіп, сүрінуді жалғастыруда. Олар үзіліс жасау үшін тоқтаған кезде, Эбби тасты алып, аспандағы сықырлаған дыбысты естиді. Бұл оған тастың тікұшақты құлатып, радио хабарларын таратуға кедергі келтіретін көлеңкеге тартылғанын түсінуге мәжбүр етеді. Сондықтан ол кеткеннен кейін тікұшақтағы адам қайтадан жұмыс істей бастады. Эбби ашуланып, тасты лақтырып жіберді де шарасыздықтан айқайлады. Содан кейін бұл жұп қар басқан алқапты кесіп өте бастайды. Аяқтары қарды әр басқан сайын артқа итеріп жібергенде, олар мұздың үстімен келе жатқанын және бұл көл екенін түсінеді. Эбби бір жерге тым көп салмақ түсіргісі келмей, солдаттан жақсы қашықтықты сақтайды.
бұл мұздың жарылып кетуіне әкелуі мүмкін. Кенет ол сықырлаған дыбысты естиді де, бұрылғанда жігіттің жоғалып кеткенін көреді. Эбби оны іздеп жан-жағына қарайды. Бірақ аяғының астындағы мұз жарылып, ол шұңқырға құлап кетеді. Бақытымызға орай, ол жер бетінде өзін ұстай алады және көп күш жұмсағаннан кейін сыртқа шығады. Жел күшейіп, көп ұзамай Эбби өзінің көрінуін жоғалтады. Ол көмекке шақырады, бірақ қозғалуын тоқтатпайды. Ақырында ол орманның шеті мен солдаттың артында қалдырған темекісін тауып алады. Эбби басқа бірдеңе істеуге тым шаршады. Сондықтан ол дымқыл киімін шешіп, денесі қайтадан жылынып кетеді деп үміттеніп, ұйықтайтын қапшығына кіреді. Осы кезде радиодан тағы да Джонның дауысы шығады. Ол біраз уақыт бұрын дәл осындай жағдай болғанын айтады. Ашуланған Эбби радионы лақтырып жібереді, бірақ ол әлі де Джонның оқиғаны айтып жатқан дауысын естиді. Оның ұшағы апатқа ұшырағаннан кейін Джон экипаж мүшелерінің бірінен соң бірі өлгенін көруге мәжбүр болды. Оның жүрек соғысы бәсеңдеп, ол үшін де бітті деп ойлады. Бірақ соңғы секундта ол құтқарылды. Эбби ұйықтап қалады және ол тағы да бетпен бірге өткізген бақытты күндерін армандайды. Ол тікұшақтың дыбысын естігенде оянып, олардың назарын аудару үшін орманды аралап жүгіреді. Алайда олар оны көрмейді де, естімейді де, тікұшақ ұшып кетеді. Суық Эббиге қатты әсер ете бастайды және ол беттің үйге қайтуын айтқанын естігенде тізерлеп құлайды. Ол есінен танып, үңгір болып шыққан шұңқырға құлап түсті. Эббидің денесі қатты тастың үстіне домалап түсіп, шағын бассейнге қонды. Оның қасында жұмбақ қара тастың бөліктерімен жабылған Джонның шіріген денесі қалқып жүр. Бассейннің түбінде де Эббидің денесіне енуге тырысып жатқан мына қара зат бар. Бұл тас 65 жыл бұрын Джонды ұстап алғандай, Эбби мен сарбазды азғыру үшін шынайы адамдардың даусын пайдаланатын тұлғаның бір түрі сияқты. Эбби оянғанда, ол құрғақ жерде отырғанын көрді. Оның айналасында тастар қалқып жүр, ал оның мәні Джонның даусымен оны аман қалғаны үшін құттықтайды және ол басқалар сияқты аяқталады деп қорқатынын айтады. Эбби оны әдейі апатқа ұшыратты деп айыптайды және оны неге осында азғырғанын білгісі келеді. Бірақ ұйым оны осында әкелген барлық шешімдерді өзі қабылдағанын айтады. Қалқымалы тастар адам денесінің жартысын құрайтындықтан, дауыс Джонның аман қалу үшін тіршілік иесінің тұрғыны болуға келіскенін және Эббиге де осындай артықшылық ұсынылғанын түсіндіреді. Эбби бұл ұсыныстан бас тартып, үйіне қайтқысы келетінін айтып, қалқымалы жартастардан қашуға тырысады. Дауыс оның артында бет үйі пайда болған кезде, ол қазірдің өзінде үйде екенін айтады. Көзге көрінбейтін күш оны итеріп жібереді де, ол барлық жерде қара тастардың үйіліп жатқанын көреді. Ұйым оған өлімнен қорқатынын және оны жеңгісі келетінін айтады. Егер ол оған мойынсұнса, не істей алады? Эбби дауыстан қашуға тырысып, бөлмеден бөлмеге өтіп бара жатыр және сыртта бетті көргенде шошып кетті. Ол бірден сыртқа шығады, ал бет оның қолынан ұстап тұр. Кенет Эбби әпкесінің үйінде оянып, беттің денсаулығы жақсы екенін білгенде шошып кетті. Фонда сықырлаған дыбыс естіліп тұрғанда, Эбби бетті құшақтап жылап жатыр. Дегенмен, ол аурухана туралы аян алады және мұның бәрі болмыс тудырған иллюзия екенін түсінеді. Ол әпкесін жіберуге мәжбүр болатынын мойындады. Сондықтан Эбби оны рұқсат етілген шекарадан өтуге мәжбүрлегені үшін беттен кешірім сұрайды және онымен соңғы рет қоштасады. Эбби үйден кетейін деп жатқанда, радиода оны қалуға көндіруге тырысатын жаратылыстың дауысы естіледі. Өйткені ол мұны қалайды. Эбби мұны жоққа шығарып, сабақ алғанын түсіндірді. Өлімсіз өмір болмайды. Бет одан кетпеуін өтінеді. Бірақ Эбби есікті ашып, қарлы боранға шығып, көмекке шақырады. Осы кезде Эбби ұйықтайтын сөмкесінде оянып, оның індеті болғанын есіне алады. Ол оны тез өртеп жібереді де, тікұшақ оны құтқару үшін қайтып келеді. Эбби келесі 2 күнде сауығып жатқан ауруханада жатыр. Ақыры есін жиған соң, ол Сергей және оның әжесімен бірге пәтерде болады. Ол оған демалу керек деп ойлайды. Бірақ ол үйге барғысы келеді. Сондықтан оны әуежайға апарады. Біраз уақыттан кейін Эбби мен оның әкесі Бетке медбике қарайтын үйіне қонаққа келеді. Бетке көп уақыт қалмады. Сондықтан Эбби мен оның әкесі оны ренжітпей, жүйке ауруына шалдығу үшін сыртқа шығады. Түстен кейін медбике уақытты жариялайды. Эбби мен оның әкесі төсекте Беттің қасы